анаға арнау. Сағындырып асылана кеттің ау, қайран уақыт зымыраумен өттің ау. Әппақ құстай самғап кеткен келмеске, сүйікті ана айналдың ғой елеске. Жыл өтсе де босағадан келердей, баяғыдай күлімсіреп жүрердей, елеңдейміз сізді аңсап асылым. Әр балаңыз жасын тыйып жасырын. Заңы солай, бұл жалғанның расында. Сүйгендерің мәңгі жүрмес қасында. Қолдан келер амал бар ма тіріге? Тек Құранды бағыштаймыз бірге. Сұрап сізге жеңілдігін сынақтың, жаратқаным төрін берсін жұмақтың. Құрметті ағайын туыс, жамағат. Осыдан бір жыл бұрын 2022 жылдың 27 қазанында әулетімізде қайғылы күн орнады. Сүйікті анамыз, немерелерінің аяулы әжесі Мұхамадиева Дәмелхан Мұхамади қызы 77 жасында жалған дүниемен қош айтысып, жаратқан иесіне қайтты. Әрине, тумақ бар жерде өлмек бар дейді шариғат сөзі. Алайда, анасын әлі күнге дейін қимаған бала шағасы осы бір бейнет түсірілімде өмір жолына шолу жасауды жөн көріп отыр. Жақсының жақсылығын айт, ырысы артсын дегендей, анамыз біз үшін әке орнын басқан қорғанымызбен қолдаушымыз еді. 1945 жылдың 15 маусымында Күршім ауданы, кезінде Калинин, ал қазіргі кезде Егінді бұлақ деген ауылда берекесімен бірлігі жарасқан үлкен отбасында 9 ағайындының 5-шісі болып дүниеге келген. Әкесі Қалдыбаев Мұхамади мықты ұста болса, анасы Әубәкір қызы Шапен аспазшы болған. Соғыстан кейін енді оңалып, басын көтерген елдің қуанышы әлбетте сәби сүю еді. Адал еңбектерінің арқасында еліне сыйлы болған екеуі 9 перзентін қызықтап, тәрбиелеп, оқытты. Анамыз Ленин атындағы Жаңаауыл орта мектебінде білім алып, кітапханашы оқуын таңдайды. Мақсатына жеткен қыз бала жоғарғы оқуын тәмамдап, ауыл кітапханасында еңбек жолын бастайды. Ол заманның балалары ерекше жанашыр, ибалы болып келетін еді. Дәмелхан анамыз да сондай еңбекқор, жауапкершілігі мол, мейірімді, жанашыр болды. Күршімдей қасиетті топырақта, жайқалып гүлі менен жапырақта, бал дәурен балалықтай уақытына тоқталып сұлу қыздың бақытына, өлеңмен баяндаймыз асыл жолын, ананың салиқалы ғасыр жолын. Жаратқан адал жармен кездестіріп, Нұролда әкемізбен жүздестіріп, ақ отау көтерілді батаменен, қарсы алып, енесі де атаменен, ибалы келініне айналады, әкеге адал жар боп сайланады. Бұл күннен жаңа өмір басталады, жастардың ақ үміті расталады. Өмірге әкелгенде ұл қыздарын, 2 қыз 3 ұлындай жұлдыздарын, барына тәубе қылды асылдарым, балаға арнап өткен ғасырларын. Ардақты әкеміз
Нұролда Абылғаниұлы анамыздың тірегі, отбасымыздың жүрегі еді. Екеуі Анар, Алтай, Абзал, Айдын, Айнұр атты 5 перзент сүйіп, отбасымыз қуанышы, мол бақытты күндер кешкен еді. 5 перзентіне үлгілі тәлім тәрбие, білім беріп, ешкімнен кем қылмай, тоқшылықта өсіріп жеткізді. Сол үшін әкемізге де, анамызға да ризашылығымыз шексіз. Әке деген асқар тауың қорғаның, әке барда ең бақытты болғаның, марқайып отырғанда асқарың, жарқырап тұратындай аспаның. Әкенің тегін жалғау ұранымыз, аруағына пана болсын Құранымыз. Қайран ана, ғұмыр бойы елдің батасын алып, қайын жұртына үлгілі келін бола білді. Қайын інілеріне сый құрметпен қарап, олардың үйленіп үй болуына әкем екеуі көп көмектерін тигізді. Абысындармен де сыйластық қарым-қатынаста болды. Анамыздың пісірген тоқаш бауырсағының дәмін білмейтін адам болмаған еді. Бүкіл ауыл тамсанып жеуші еді. Ол Қалжыр ауылының балабақшасында шаруашылық меңгерушісі қызметінде қызмет еткен еді. Ұжымында мәртебесі биік, өте сыйлы болған ананың әріптестерімен достығы ұзақ жылдарға жалғасты. Ата-анамыз үлкен қызын қияға, ал ортаңғы ұлын ұяға қондырып, құда-құдағилы болып тойлары 6 немеренің шілдеханасымен жалғасқан еді. Алайда ауру айтып келмейді. Немеренің қызығына тоймай жүрген әкеміз жаман ауруға шалдығып, қанша арпалысып тырысса да 1998 жылы дүние салады. Анамыздың мықтылығы сонша, қайғы жұтса да бекем болып, рухының мықтылығымен әкеміздің жоқтығын мүлдем сездіртпеді. Әкеміз бастап салып, аяқтай алмай кеткен үйін өз күшімен балалармен туысқандарды ұйымдастырып, салып бітіріп, аманатын орындағандай, әкенің ошағын сөндірмей, қоныс тойын тойлады. Сол жылдары қиын, жоқшылық заман еді. Нәзік жанды ана, иығына түскен ауыртпашылығына қарамай, тынбастан тоқаш пісіріп, сатып, кішігірім бизнеспен ақша тауып, ұлдарын үйлендіріп, кіші қызын оқытып, тұрмысқа берді. Бейнет түбі, зейнет дегендей, жылдар өте туған балаларындай бола білген 3 келіні Толқын, Зайра, Наргиз және үлкен күйеу баласы Қанат пен оның аттасы кіші күйеу баласы мен ұл қыздарының орталарында Алматы, Астана, Өскемен қалаларына қыдырып, әр баласының үйінде қонақ болып, немерелерін бағып, қызығын көріп, шапқылап жүрген еді. Көзі тірісінде 11 немере сүйіп, немерелері шетінен білімді, өнерлі болғанына марқайып, немерелері өсіп өніп, бірі жақсы қызметте, бірі ең үздік университетте оқып, тұңғыш немересін өз қолымен үйлендіріп, барлығы әжелерін қуантып жүрген еді. Алайда 2022 жылдан бастап денсаулығы күрт нашарлап, барынша ем қабылдағанмен
қазан айының 27-ші жұлдызында анамыздың жүрегі мәңгілікке тоқтады. Артынан барлығымыз жабырқай қала бердік. Өкініштісі, аяуланамыз көптен күткен 12-ші ұрпақ жалғаушы немересін, атасының атын шығарушы ұрпағын көрмей кетті. Бірақ келіннің құрсағындағы немересі ұл бала болатынын білді. Асыл ана, аяулы әже, сізге ризашылығымыз шексіз. Жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай.